Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді 15 минутта жасалатын, таразыны қажет етпейтін, яғни весесіз, миксерді қажет етпейтін бір ғана жұмыртқадан осындай пышный, жұмсақ кекстар дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті ингредиенттер: құмшекер, яғни қант, осындай стаканмен өлшесеңіздер болады. Сүт, сұйық май, бір жұмыртқа, разрыхитель және де ұн. Ұнды 2 стакан саламыз, яғни осындай стаканмен өлшеп салып аламыз. Өздеріңіз бір стаканды алып, сол бойынша өлшеп салсаңыздар болады. Ең алдымен ыдысымызға сүттің температурасы маңызды емес. Оның үстіне сұйық майды және де оның үстіне бір жұмыртқамызды жарып, оны барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Барлығын жақсылап біздің жұмыртқамыз толыққанды ерігенше араластырамыз. Оның үстіне құмшекерімізді салып, тағы да жақсылап біздің құмшекеріміз ерігенше венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Венчик болмайтын болса, шанышқының көмегімен араластырсаңыздар да болады. Ал ендігі кезекте біздер ұнымыздың үстіне 1 шай қасық разрыхитель, яғни қопсытқышты салып, тағы да барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Мінеки достар, біздер ұн мен қопсытқышты жақсылап араластырып алдық. Ендігі кезекте біздер ұнымызды біздің сұйық массамыздың үстіне салып, біркелкі масса жасайтын боламыз. Осылай 2-3 бөлікке сала отыра, венчиктің көмегімен барлығын жақсылап араластырып аламыз. Біздер венчикпен міндетті түрде жасауымыз керек. Егер сіздерде венчик болмаса, шанышқының көмегімен жасасаңыздар болады. Ең бастысы біздің массамыз түйіршік болып қалмауы тиіс. Мінеки енді 2-ші бөлігін саламыз, тағы да жақсылап венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Видеода көріп тұрсаңыздар, мен 3 бөлікке бөліп салдым. Сонда біздің массамыз жақсы біркелкі қоймалжың болып шығады, ешқандай түйіршік қалмайды. Сіздер де шама келсе, осылай 3-4 бөлікке бөліп салып, араластырып алыңыздар. Мінеки достар, барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Біздің массамыз дайын болды. Осындай қоймалжың болып шығады. Ендігі кезекте осындай кексқа арналған ыдысқа барлығын құйып шығамыз. Шамамен 180 градуста біздің кексіміз көтеріліп, қызарғанша 30-40 минуттай пісіретін боламыз. Ол әрине өздеріңіздің пештеріңізге байланысты, өздеріңіз градустарын қадағалап, қарап отырсаңыздар болады. Мен шамамен 30-40 минутта пісіріп алдым. Мінеки осындай силиконның формаға барлығын 2 қасықтан құйып шығатын боламыз. Егер де сіздерде бұндай форма болмаса, әртүрлі кекстің формаларына сала берсеңіздер болады. Достар, біздің осындай өте дәмді, пышный кекстарымыз дайын болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жақсы көтерілген, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тек қана бір ғана жұмыртқадан жасалынады. Мінеки видеода көріп тұрғандарыңыздай менің каналыма тіркеліп қолдау білдіріңіздер, жасап көріңіздер, ас болсын.